Паскаль тіліндегі go-to операторы. Go-to операторы белгілі бір жерден басқа жерге өту үшін қолданылады. Оның негізі көп қолдануға не жасамайды. Көп қолданбай қойған дұрыс дейді, бірақ ол Паскаль тілінде қолданатын оператор болғаннан кейін оны негізі білу шарт. Оның негізі қызметі бір қызметтен екінші қызметке дейін өту. Одан да басқа жолдары бар, repeat until, while do деген сияқты қайталау операторы, бірақ бұның қызметі жеке. Ол орындау үшін алдымен белгі алып алу қажет. Ол reserve деген сөз label сөзінен кейін жазылады. Label. Қойылатын белгінің аты кез келген ат жазуға болады. Мәселен, егер санмен жазатын болса, 1-ден 9999-ға дейін санды жазуға болады белгі деп, немесе бір знак деп, немесе белгі деп, біз белгі деп алайық. Белгі. Енді біз қай жерге өту керек? Мен қазір істеу барысында түсіндіре берем. Белгі басқа сөздерден қос нүкте арқылы бөлінеді. Белгі. Ол қай уақытта қолданады? Мысалға, біз мына жерде қолданған оператор таңдау операторында біз егер 61, 80-нен үлкен сан енгізетін болсақ, тізімдегі жоқ сан деп шығады. Сол саннан кейін қайта жаңа сөз енгізу үшін біз осы жерден write сөзінен кейін else сөзінен кейін beginнен жақшасын ашамыз. Begin end. Begin end. Енді осы жерде егер командаға біз 0-ден 80-ге дейінгі сан беретін болсақ, программа дұрыс жұмыс жасайды. Ал егер біз 80-нен үлкен сан беретін болсақ, тізімдегі жоқ сан деген сөз шығады. Ал енді тізімдегі сан жоқ болғаннан кейін біз қайтадан енгізу үшін go to reserve деген сөзінен кейін белгінің аты жазылады. Яғни ол лейблді қалай белгі аты берілетін болса, солай жазылады. Бізде ол белгі деп аталған. Белгі. Яғни программа 0-ден 80-ге дейінгі санды қабылдайды. Егер 80 үлкен сан болатын болса, тізімдегі жоқ сан орындалады да go to белгі болады. Ал бізде белгі дегеніміз, біз ол баста адам жасын енгіз деген сөзде тұр. Яғни программа қайталанып келе береді. Әзір біз 0-ден 80-ге дейінгі сан енгізбейінше. Тексеріп көреміз. Ctrl F9. Адам жасын енгіз. 52. Ақыл тоқтатқан кісі. Жарайды, программа дұрыс орындалды. Ctrl F9. 80-нен үлкен сан, яғни 85. Тізімде жоқ сан. Адам жасын енгізіңіз. Яғни программа бізден қайта енгізу керектігін сұрап жатыр. 23. Яғни программа орындалды. Орындалғаннан кейін программадан шығуға болады. Қайта түсіндірем. Белгі деген негізі label деген аудармасы белгі. Белгіге біз кез келген сөзді аламыз. Яғни осы сөз бізде ключевой сөз болады. Осы сөз арқылы write-ге біз қай жерге өту керегін белгілейміз. Яғни бізге адамның жасын енгіз деген сөзге қайтып келуі қажет. Оны қай жерден бастап шақырамыз? Біз тізімде жоқ сан болғаннан кейін программаны қайта орындау үшін, яғни 0 мен 80 арасында санды енгізу үшін бізде go to деген reserve деген сөзін қолдану арқылы біз белгідегі сан аты жазамыз. Яғни белгідегі сөз бізде белгі. Яғни түсінікті болды деп үміттенемін. Ctrl F9 қайта орындаймыз. 99. Тізімдегі жоқ сан. Программа қайтадан басына барды. Адам жасын енгіз деген go to командасы орындалды. 45. Ақыл тоқтатқан кісі. Программа орындалды. Негізі бұны көп қолданбайды дейді. Мен о жағынан не разбираюсь, в общем. Негізі осы, көріңіздер.